Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сковородкада торт пісіретін боламыз сгущенкамен. Ең алдымен сгущенкамызды алып, ыдысымызға саламыз, құямыз. Сгущенкамызды құйып алғаннан кейін бір тал жұмыртқамызды қосамыз. Қосып араластырамыз. Және шай қасықпен бір қасық разрыхлитель қосамыз. Қосып араластырамыз. Араластыра отырып ұнымызды қосамыз. Араластырамыз. Үстіне тағы да ұнымызды қосып, жақсылап араластырып, қамыр етіп, илеп аламыз қолымызбен. Қамырымыз өте қатты емес, жұмсақ болып иленіп шығады, әрі қолға жабыспайды. Мен осылай сопақ етіп пішіндеп алдым. Енді осыны біркелкі етіп дайындап аламыз. Енді осыны 8 бөлікке бөлемін, теңдей етіп. 8 бөлікке бөліп домалақтап аламын. Домалақтап алғаннан кейін енді сковородкамыздың диаметрімен бірдей етіп, жұқа етіп, домалақ қылып жайып шығамыз қамырымызды. Осылай қамырымызды дайындап алғаннан кейін біз қызып тұрған сковородкаға пісіреміз. Сковородкаға сұйық май ешнәрсе құймаймыз. Қамырымызды салып пісіреміз. Асты сарғайғаннан кейін келесі бетін аударып пісіріп аламыз. Диаметрі өзімізге керек диаметрді өлшейміз. Үлкен болып атса, піскен кезде сразу кесіп аламыз. Артылған нанымызды бөлек ыдысқа салып, майдалап дайындап қоямыз. Ол әсемдеу үшін керек. Осылай 8 нанымызды пісіріп аламыз, коржигімізді. Нанымызды дайындап аламыз. Енді сүтке ванилия сахар, қантымызды, ұнымызды, жұмыртқамызды қосып, қантымызды қосып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Кремімізді дайындап жатырық. Араластырып болғаннан кейін отқа қоямыз. Араластырып тұрамыз осылай қайнағанша. Қою болғаннан кейін сары майымызды қосып араластырамыз жақсылап. Креміміз дайын. Жақсылап араластырып алғаннан кейін креміміз қою болып шығады. Астын өшіріп, коржигіміздің бетіне жағамыз. Әрбір слойға осылай жағып шығамыз кремімізді. Осылай дайындап аламыз. Бетін жан-жағын креммен жағып шығып, жаңағы қалдық нанымызды осылай әсемдейміз. Тортымыз дайын. Оңай. Дәмді болып шығады. Ұнап жатса лайк, подписка, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Тортымыз өте нәзік, жұмсақ болып піседі. Дайындап көріңіздер үйде. Менің каналым ары қарай дамысын десеңіздер, қолдап қойыңыздар. Ас болсын.